Сәлем достар, егерде ораза тұтқан болсаңыз, осы видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Себебі мен осы видеода оразаның денсаулыққа пайдасы туралы айтатын боламын. Ораза кезде ағзада өзгерістер болады. Басың қатты ауырады ма, еш уайымдама, дәрі ішуге асықпа. Оразаның бірінші күні қанымызда қант төмендейді, жүрек соғысы бәсеңдеп, қан қысымы төмендейді. Бұлшық еттен гликоген шығып, әлсіздік пайда болады. Тазаланудың алғашқы күндері ең қиын болып келеді. Бас ауыру, жүрек айну, ауыздан жаман иіс шығу, тілдің ауырланып, ісінуі тазаланудың бірінші кезеңінің белгілері. Осы кезеңге аштықта қатты сезілу мүмкін. Екінші тазалану кезеңі ол 3 күннен 7 күнге дейін май қышқылы құрамындағы майлар ыдырап, глицериттер молекуласындағы глицеринді босатып, глюкоза айналады. Бет майланып кетеді, себебі ағза ашыған майдан арылып жатады. Бет терісі жаман адамдарда жағдай асқындап, аздап бөртпе шығуы мүмкін. Ағза оразаға үйрене бастайды. Ас қорыту жүйесі демалып, барлық күш тазалануға және емделуге жұмсалады. Қанның ақ түйіршіктері мен иммунитет жүйесінің белсенділігі артады. Өкпе тұсыңыз ауырсынуы мүмкін. Тазалану органдары, өкпе жолдары ретке келіп, жаңалану процесі үстінде болады. Тынысыңыздың әлі де жағымсыз иісі бар, тіліңізде ағарып тұрады, тоқішекте өзгеріс болып, ішек қабырғаларына жабысқан нәжіс ажыратыла бастайды. Тазалану кезеңінің 3-ші бөлімі ол 8 күннен 15 күнге дейін. Өзіңді сергек сезініп, қуатың тасып жүресің, алайда ескі жараларың қозып, біраз ауырсынуы мүмкін. Бұл ағзаның ораза кезінде өзін-өзі емдеуге көшкенін көрсетеді. Тазалану кезеңінің 4-ші бөлімі ол 16 күннен 30 күнге дейін. Ағза шығуға әбден үйренген, қуатыңыз көп, ой-санаңыз тынық. Тазалану кезеңдері қысқарып, тіліңіз де қызылданып, тынысыңыз таза болатын күндер кездеседі. Органдарыңыз өзін-өзі емдеуді аяқтайды. Ағза өзін әртүрлі ауру қоздырғыштарынан тазалағаннан соң органдар 2 есе тез жұмыс жасап, ақауы бар жойылған жасушалар орнын толықтырады. 20 күннен соң санаңыз тынық, жүйкеңіз тыныш, қуатыңыз көп, бойыңызда баланс сезіледі, есте сақтау қабілетіңіз артады. Алла тағаланың ораза тұтқан жан үшін бұл дүние мен келесі дүниеде беретін нығметтері жетерлік. Сіздерге видео ұнаса, видеоға лайк басып, комментария қалдырып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.